Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге пеште дайындалатын гриль дайындаймыз. Ол үшін алдымен дәмдеуіштерін дайындап аламыз. Бізге 3 ас қасық сұйық май, 10 грамм қара бұрыш, паприка, зелень, тмин және тұз қажет болады. Массамызды жақсылап араластырамыз. Содан соң құрғақтап сүртілген тауығымыздың іші сыртына массамызды видеодағыдай жағып шығамыз. Оның үстінен үккіштен өткен сарымсақтарымызды тауығымыздың үстіне және ішіне саламыз. Оның үстіне соя тұздығын жағамыз. Соя тұздығы біздің тауық етіміз жылдам әрі жұмсақ болып пісуі үшін қажет. Және де тауығымыздың түсін әдемі көрсету үшін. Міне осымен дайын болған тауығымызды дәмдеуіштері өзінің бойына сіңуі үшін 30 минутқа қалдырамыз. Ол аралықта біз тауығымыздың және картоп, сәбіз, пияз, көк пияз бәрін жақсылап орташа көлемде турап, оның үстіне тұз, перец, қызыл бұрыш, паприка сеуіп жақсылап араластырамыз. Дайын болған көкөністерімізді табадағы тауығымыздың жан-жағына қойып шығамыз. Оның үстінен 4 ас қасық сұйық май сеуеміз. Осымен тауығымыз дайын. Оны 180 градуста қызып тұрған пеште 1 сағат пісіріп аламыз. Біздің пеште піскен гриліміз дайын. Дәмі өте дәмді. Баршаңызға жасап көруіңізге кеңес беремін. Менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, колокольчик батырмасын басамыз.